Ассалаумағалейкум халық. Соңғы кезде интернетте ең мықты талқыланып жатқан жағдайлар, мәселелер Иманғали Тасмағамбеттің известия берген сұхбатынан кейін шу шыққан интервью, жұрттың бәрі алайда бұлай болып, тек қана ерінген пікір айтпаған шығар, бәрі пікір айтты. Ал Тасмағамбеттің сөзінен кейін қазақшылық байқалды, маған ұнады. Логический несі бар, цепочкасы сөз құрамында келеді, тегешен қызыл тіл емес сияқты. Ойын жеткізе білді деп ойлаймын. Енді ешкім де бұл өмірде періште емес, әркімнің де бір нелері бар шығар, артында боқтары. Но сонда да сенім артатындай сөз сөйледі. Енді жұрттар айтуы мүмкін, Атабектің өмірінде өліміне кінәлі, бәлен түген. Оны әркімнің өз ар-ұятында бар шығар, мен білмеймін оны. Кінәлі екен, кінәлі емес екен, мүмкін кінәлі де шығар косвенно. Қазақта айтады, кие жібермейді дейді. Кінәлі болса өз несін тарта жатар. Ал енді мына Мағұнымның мәселесіне келетін болсақ, бұл дейтін құйтырқының құйтырқысы болып кетті. Я басында логика жоқ, я білмейм, юридический обоснованиесі жоқ. Ұрду әңгіме болды. Оны алып бұлшылдатып, топ-топқа бөліп тастады. Одан қалды Қазақстанның бәрін бойкотқа шақырып жатыр. Немен ойнап жатқанын мен білмеймін, бірақ бұл біраз адамды састырды деп ойлаймын, бұл бойкот. Ал енді ана курьерге келетін болсақ, курьер жұмыстан шығарды. Жұмыста шықты деп ақпарат тарады. Одан кейін жұмыстан тұр, резервте деді. Ол да бір түсініксіз болды. Одан кейін жұмысқа алынды, нем жоқ, претензия, бәлен түген деген әңгіме жүрді. Жұмыстан шығарылса, не себептен шығарылған, кімнің несімен, курьерский компания шығарды ма? Курьерский компания шығармаса, Мағұнымның шағымы түсті ма? Мағұнымның шағымы түссе, жұмысқа қайтып алынған компенсация төленді ма? Түк ештеңе жоқ, тегешейін дырду бірдеме. Енді ана азаматқа келейік, клиентке. Клиент маған дөрекі сөйледі, үйтті деп пост жаза ма, білмеймін, бірдеме заяу жаза ма, бірдеме жазып, жұмыстан шығарып, тарихта екінші Қосанов болып қалып, Қарабеттігінен енді өлгенше тазартыла алмайды деп ойлаймын. Одан кейін шықты. Бәлен түген, мен үйіме келіп алып дөрекі сөйледі,
бүйтті де сөйтті, қазақтың тәртібін бұзды дегенге келді. Қазақ біреуіне бар дөрекі сөйлемеген. Даже жекпе-жекке шығарып біреуге претензиясы болғанда Бауыржан Момышұлының кітабында жазады. 10 қадам үйдің қасына келеді де шық бері деп айтады. Бұл енді соған келтіріп айтқаны шығар. Мен үйіме келіп дөрекі сөйледі деп. Содан кейін мен бүйттім, сөйттім деді. Айналып келгенде қол алыстық деді. Қол алысқанда қаяқ кінәлі, кім кінәсін мойындады. Сол барып анадан кешірім сұрап қол алу керек еді. Бұларды көрмей қол алдық, бізді халық тараңдар дегендей әңгімені таратып, оларды күштеп апарғандай сипат шығады ана жерде. Кім апарғанын мен білмеймін. Я правовой основа жоқ, я қазақтың салт дәстүріне келетін не жоқ. Сипат. Әйтеуір былдыр-шылдыр әңгіме. Бұл әңгімені тоқтатуға Магнумның интересі болу керек еді. Бірақ Магнум мағынаны ұқпай тұр. Шалқайған бетінен қайтпай тұр. Бұның бәрі системные недоработки. Анау анаған жалып жазды, анау анаған бүйтті, анау бүйтті деген тақырыпты осы тоқтату керек. Қазақ түрмесіз есер соқтардың бәрін тоқтатып тұрған. Бұл қазір есер соққа айналдырып жіберді елдің бәрін. Сондықтан жалыбы түсті ма, жалыбыны қарау керек. Қаншалықты шын, қаншалықты дұрыс, содан кейін барып решение принимать етілу керек. Тек қана біреулерді отырғызып қойып, олардың жаңағы несі бойынша тек сыза салып, ана бір сказка бар ғой, помиловать, казнить деген. Неграмотный. Царевна ма? Казнить деген жазу аз, содан казнить деп жаза салатын. Сондай неге келген сияқты. Сөйтіп, түсініксіз жағдайлары көбейіп кетті. Жұмысшының құқығы қорғалмайтындығын көрсетті бұл.